Ғалымдар ет жеудің қаншалықты зиян екенін айтты. Ас мәзірінен етті алып тастау асқазан қатерлі ісігінен қорғайды. Британиялық ғалымдар осындай қорытындыға келді. Зерттеу жұмысына 32.000 британиялық тұрғын қатысқан. Дәрігерлер олардың денсаулық жағдайы мен тұтынатын азық-түлік түрлерін 17 жыл бойы бақылаған. Зерттеу жұмысына қатысқан адамдардың 335-інде тоқ ішек қатерлі ісігі анықталса, 119 әйелде тік ішек қатерлі ісігі анықталған. Сондай-ақ құс еті мен балық етін жейтін немесе мүлде ет жемейтін адамдарда тік ішек қатерлі ісігіне шалдығу жағдайы 35%-ға төмен екені анықталды. Бұған дейін Гарвард университетінің ғалымдары ашық отта дайындалатын ет адамның қан қысымының жоғары болуына әсер ететінін дәлелдеген.